Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі сабағымызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне арнаймыз. Сабағымыздың тақырыбы әз Наурыз. Бүгін сабақта біз сіздермен ұлыстың ұлы күніне жасалатын қасиетті ас Наурыз көже дайындаймыз. Наурыз көже 7 түрлі тағамнан жасалады. Су, ет, құрт, тұз, күріш, тары және де айран. Осы тағамдарды қосу арқылы Наурыз көже дайындалады. Бірінші қазанға суды құямыз. Суды құю үшін сіздерге 6 ұяшық берілген. Осы 6 ұяшықтағы сандарды таңдау арқылы ұлттық ойын түрін анықтайсыздар. Көжеге тұзды қосамыз. Тұзды қосу үшін Learn Up бағдарламасы арқылы сөз жұмбақты шешу керек. QR кодты түсіріп алыңыздар. Келесі көжеге айран қосамыз. Айран қосу үшін Qzis бағдарламасы арқылы мақал-мәтел орындайсыздар. Көжеге құртты қосамыз. Құртты қосу үшін оқылым бөлігіне көшеміз. Оқылым бөлігі 9 құмалақ. Мәтінді мұқият оқып, сұрақ дайындаңыздар. Келесі тарыны қосамыз. Тарыға берілген тапсырма Learn Up бағдарламасы арқылы миллион кімге бұйырады. QR кодты түсіріп алыңыздар. Көжеге ет қосамыз. Ет қосу үшін ойын түрін анықтайсыздар. Соңғы күрішті қосамыз. Күрішке берілген тапсырма бәйге деп аталады. Тапсырма тест түрінде берілген, тестті орындайсыздар. Сонымен Наурыз көжеміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Наурыз мерекесі құтты болсын. Осымен сабағымыз аяқталды. Жауабын комментарийге жазыңыздар.